Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын кез келген торттың бетін қаптауға арналған кремнің рецептісімен бөлісемін. Кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қант ұнтағын қосып, миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Майымыздың пайызы міндетті түрде 82,5% болуы қажет. Майымыз әппақ болғанша миксермен араластырамыз. Араластырып болған соң, бөлме температурасындағы сүзбелі ірімшігімізді қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Өте оңай жасалатын креміміз дайын. Енді кез келген тортымызды қаптаймыз. Тортымыздың сыртын қаптауға ыңғайлы болу үшін кремімізді осындай арнайы кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Тортымыздың бетін тегістеп шыққан соң, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағат өткен соң бетіне кез келген сәндеп жазу жазсаңыздар болады, немесе видеодағыдай гүл жасап қойсаңыздар өте әдемі болады. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.